Жанар Әбдішева. Беймаза көңіл. Қабыл тосыннан үйленді. Үйленгенде ауылға жақында ғана келіп, асханада жұмыс істеп жүрген қызыл шырайлы, ет жеңді Сабираны бір түнде алып қашты. Алғаш киноға келгенде қатар отырған тығыршықтай, толық қызға көзі түскен. Өзіне қарағыштай берген соң, дудырап, бұйраланып тұратын шашын салалап жіберіп, шалқайыңқырап, бұрынғы қалпынан тіктеліп, жөнделіп отырды. Содан соң, қарындас, бұрын сізді көрмеп едім, жақында келдіңіз бе? Деген. Иә, деді қыз, кішілеу көздері жылт ете түсіп. Жақында келдім, жұмысқа орналастым. Суыртпақтап сұрап, әрең алатын қыз жауабының тез болғанына жігіттің өзі де таң. Мінезі ашық қыз екен, деп ойлады. Кинодан соң шығарып салуға қарсы болмады. Қыздың жалғыз екенін, туыс, ата-анадан жұрда екенін білгенде, кеудесінде бір аяныш оянды. Өмір тарихын түбегейлі тез білгеніне тағы да таң. Иә, тұмашық қыз екен. Тұрған үйіне жете бере, аяғы тайып кеткен қыз жігіттің қарнынан ұстай алып, қолын қайта тартпаған соң, Қабыл шіміркеніп қалған. Өзі тіпті менімен ежелден таныстай бөтен адамнан сескенбейді ғой. Тым еркін екен. Қызық. Осыдан кейін-ақ бұл екеуінің кездесуі жиілеп кеткен. Киноға келсе де, бір жерде жастар бас қоса қалса да, Сабираны көретін. Жайраңдап жетіп келген қызбен әңгімесі жараса кетіп, тараған соң үйіне шығарып салу Қабылдың әдетіне айналды. Күздің бір суық күні Сабира Қабылды жұмыс орнына өзі іздеп келді. Үстінде көнетөз костюмі бар, шашы қобырап кеткен. Қабыл оған жақындай түсті. Сабира әңгімені көп созған жоқ. Қабыл, тілегіміз бір жас едік. Мен сені өзіме пана санаймын, дегенде ол сасып қалды. Көмейінде тұрған сұрақты айтып үлгермеді. Сабира сөзін жалғастырып кетті. Мені бүгін манап алып қашам деп, осындағы бір кісілер қайтыпты. Манап 35-терге еркін енген, әйелі баладан қайтқалы үйленбей жүрген сақа жігіт болатын. Ол сені қайдан біледі? Деген сөз Қабылдың аузынан еріксіз шығып кетті. Ол асханаға азық-түлік тасиды ғой. Қабыл, сен білесің бе, егер ол алып қашып кетсе күнім не болмақ? Тұра алмаспын мен онымен. Жұртты шулатып, қалай құтылармын мен одан? Қорқамын, Қабыл, енді не істеймін? Деді абдырап. Қабылдың денесі бір ысып, бір суып кеткендей. Қапелімде аузына сөз түспей қалды. Біраздан соң, ал не істейміз онда, деді. Қыз үнсіз, аяғының ұшымен жер шұқылап тұр. Қабыл сонда байқады. Қолындағы брезент жұмыс қолбағын шешуді де ұмытып кетіпті. Оны шешіп, үйелі кірпіштің үстіне тастады. Тілек, деп дауыстап, таяу тұрған жігітті өзіне қаратып алды. Менде бір тығыз шаруа болып қалды, айтарсың, деп қолын бұлғады да, Сабираға қарап, оқыс шешім білдірді. Онда сені жеңгейдікіне апара тұрайын. Өзім үйге барып хабарлайын. Үйлендім дейін, бірақ қыз үндемеді. Қарсы болмағаны ғой. Үйлену машақатының мен үшін осылай оңай шешіле салғаны ма? Деген ой басына келгенде Қабыл мырс ете түскенін өзі де байқамай қалды. Төмен тұқырып тұрған қыз жалт қарады. Көзінде үрей мен қорқыныш. Бұл көзқарас Қабылға жайсыз әсер етті. Дегенмен де ол өзін өзі тез билеп алды да қызға жүр дегендей ишара білдіріп жол берді. Үйдегілер не дер екен деп уайымдап та келе жатты. Сол бетімен олар көк дарбазалы үлкен үйге келгенде бірақ тоқтады. Қабыл іштен қара торыңды әйелді шақырып шықты. Жеңге, үйленетін болдым. Анау келініңіз. Мен үйге хабарлап келейін, деді. Тентегім-ау, мұның не? Бір күнде аяқ астынан апай-топай қылғаны не? Жәкем білуші ме еді? Деді жіңішке қастарын керіп. Жоқ, білмейді, деді Қабыл беті дуылдап. Даярлансақ, ақылдассақ, қоя тұрсаң болмай ма? Жоқ, жеңге, бүгінден қалдыруға болмай тұр. Өзің біл, деді жеңгесі қап-қара мақпал көзінің қиығымен келінге сынай қарап. Жүр қалқам, табалдырықтан оң аяғыңмен аттағын, деп Сабираны үйге кіргізіп кетті. Тоқпан шал шашылып, шабылып, той томалағын өткізіп жатты. Тойға жиналған шалдар жаман неменің дырдай азамат болғанын келін келгенде бірақ білгенін, бұрын айтпағасын, алғаш сасып қалып баласын біраз қыжыртқанын, артынан оның да өзі секілді оқыс шешімді бір беткей болғанына көзі жетіп, риза болып, батасын бергенін әңгіме қылып айтып отырды. Дәл тойдың қызған кезінде
ұзын бойлы қара жігіт кірді. Үсті басы шаң-шаң, алыс жолдан келгені көрініп тұр. Сәбира қайда? Деді. Алдында тұрған шүйкедей қара кемпірге түйіле қарап. Кемпір састы. Айналайын, аптығыңды бас, жастар келісіп осылай боп қалды. Кімі боласың? Айыбымыз бар, отыр айналайын, ашуыңды қой, деп кемпір шалпылдап жатыр. Жігіт елікпеді. Кемпірді жұтып жіберердей қадалып, жарыған екенсіңдер келінге, деп мырс етті. Ол менің қашып кеткен қатыным, деп дүңк еткізді. Елде үн жоқ. Шалдың өңі қарауытып кетті. Бірінші еш жинағанда өзі болды. Ой атаңның көрін ұрайын, деп бажылдап баласына ұмтылды. Қабыл орнынан атып тұрып далаға қашты. Кемпір сылқ етіп отыра кетті де сұңқылдап дауыс салды. Дуылдаған ел сап басылып, үн-түнсіз тарай бастады. Әйелдер беттерін шымшылап, сыбырласып кетіп барады. Сыртқа шыққан Қабыл Сәбираның көйлегі көлбең етіп, есік алдындағы қазан ошақ орнатқан кішкене үйге енгенін байқап қалды. Артынан кіріп келген Қабылды көріп, Сәбира селк ете түсті. Үрейге толы кішілеу, томпақ көздері Қабылдың суық жүзіне тоқтала алмай жерге қарады. Жұқа көйлектің кеудесін керген қосанарын, жұп-жұмыр иығын жайлап бара жатқан дірілді байқап, ұяттан емес, қорқыныштан, қорыққандан тірілдеп тұр деген оймен жақыннан сөйлескісі келіп, оған қарай бір адым аттауы мұң екен, сылқ ете қалған келіншек ұзынынан сұлап түсті. Өңі әппақ бордай болып, танауы қусырылып, ерні көкс тартып кеткен. Қабыл еріксіз оның қолын ұстай алды. Сұп-суық. Ол ұшып тұрып, стол үстіндегі кесемен шелектегі судан бір іліп алып, Сәбираның бетіне бүркіп-бүркіп жіберді. Ол көзін ашты. Үстіне төніп қарап тұрған Қабылды көріп, мойнын бұрып әкетті. Өңі әлі боп-боз. Сосын құр сүлдері қалғандай сүйретіліп орнынан тұрды. Екі айырып, артына түйген қара шаштан сусып түскен жұқа орамалын іліп алып басына қайта салды. Үйге кіргендегі алқымға тірелгендей айғаймен жүректі дүрсілдеткен ашудың, мың сан жауап күткен сұрақтың ыдырап, бей-берекет болып кеткеніне сәл таңырқап, оған бей-жай қарап тұрған Қабылға қарап, ұр. Ол да осылай кеп сойып салатын, қызғанып, қамап кететін. Ақшасын алып қашқаным да сол. Құтылайын дедім, оқудан да қалдым. Сені көрген соң өзгерді осы сұрықсыз дүние. Ұра бер, бәрібір сенен ешқайда кетпеймін. Өлтірсең де ризамын, деп ол солқылдап жылап жіберді. Қабыл оның селк-селк кеткен иығына қарап аяп та тұр. Алданған көңілде суып қалғандай. Ол шығып кетті. Далада інісі іздеп жүр екен. Аға, сен атам шақырып жатыр, деді сорайған Қабылға төменнен мойнын қисайта қарап. Қабыл үйге кіріп келгенде отырғандар бір-бір қозғалақтап қалды. Шал баласына назар салмады. Қазықтай болып отырды да алдындағы жолаушы жігітке қарады. Міне, бүгін мен үшінші күн шабылып жатқанымызға дүйім ел білді, деді баласына қадала қарап. Қара бет болдық, деді даусы дірілдеп. Шоқша сақалы да қоса селкілдеп кетті. Жігітке қайта қадала қарап. Алып кет, некелі қатының болса, ұямды бұлғатпай. Жігіттің аптағы басылып, жүні шығылып, бәсең үнмен. Болары болып бояуы сіңген екен. Мен оны әкет алмаймын. Адам қылып тәрбиелеймін десеңіздер, қалдырыңыздар. Бірақ мен әкет алмаймын, деді. Қолына ақша тисе қашатын әдеті бар, деді. Шал баласына қарады. Өзінен бір жауап күткен әкесіне жасқана қарап. Сәбира кетпейді, деді ақырын. Шал тағы шаң кетіп. Ой, шірік, шыдаймысың ақырына, деді. Шыдадым әке, деді Қабыл нар тәуекелге басып. Іс осылай біткеніне көз жеткесін, ел бетіне не деп қараймыз, деп дауыс сап, сұңқылдай жөнелген кемпірді шал. Өшірініңді, деген зәрлі үнімен басып тастады. Осымен бәрі тым-тырыс басылғандай болған. Тіпті Сәбираның әке-шешесі бар екенін, оның өсіп өнген отбасынан шыққанын, әкесі атақты шопан екенін білгенде де, оның 8-ші кластан соң оқуды тастап, тұрмысқа шыққанын естігенде де, үйдегілер ештеңе демеді. Жолаушы жігітте сол күн-ақ аттанып кетті. Бірақ той қызығы да жалғасқан жоқ. Бұл үйдің ұсақ-түйек жұмысы бітпейтін қара қоңыр тіршілігі осылай басталды. Түпкі үйден Қабыл мен Сәбираның күңкілдеген үндері, кемпірдің келінді жақтыртпай тыржиюы, шалдың жөткірініп, сұсты бір қарағанынан сап басылатын. Олардың үйі ауылдың шетінде, айналасы көгал, тау жағында кішкене көл бар.
Шал бос отырғанша деп жекеменшік ұсақ қараны жиып бағып отыратын. Бұрынғы шуақты күндер жоқ. Қабылдың қолы жұмыстан боста, қойды соған тастай салып, не торатына, не көгесегіне мініп, барын киіп, қарқарадай ғып ақшаулығын салдыртып, кемпірін ертіп, қой иелерінің үйіне жағалай жолығып, қал жағдайын сұрап, бұйымтайын айдап, қонақ болып, жадырап басынан өткендерін бейпаздап әңгімелеулерін, жағдайын айтуларын, мерекелі қыдыруларын қойған. Кейде шақырған жерге де сылтауратып бармай қалуға тырысатын. Қутыңдаған қызыл шырайлы, кезі келгенде басынан сөз асырмайтын шақар шал, тәкаппар шал, өңі қарауытып, күн санап шөгіп барады. Кемпірінің де сіркесі су көтермей тұратын болды. Әйтеуір бұл үйдегі шам біткен, бір қоңырқай тіршілікке енген. Керінге құтты болсын, айтушылар да сиреген. Атасының қабағынан қатты қаймағатын Сәбира, оның алтынан қия өтпейтін. Таңсыз бере қой өргізерде, кешке қой келгенде, қозы жамратарда ауа райы қандай болмасын, шалдың қасынан екі ел қалмайтын. Үн-түнсіз жанын сала қимылдайтын. Ақ тер, қара тер болып, алымды шалымды қимылдаған келініне шал риза болып бір қараса, Сәбираға сол үлкен медетеді. Аттай айыбы бар, бір мысқал болса да жеңілдегендей ме, әйтеуір көңілі сәл көтеріліп қалатын. Кейде жауынды күндері саптама етігін шеше алмай жатса, Сәбира етігін тартып көмектесіп жібереді. Етігін сүртіп, майлап, кептіріп қояды. Бәрі үнсіз істелетін. Ондайда Қабыл төргі бөлмеге кіріп кететінде, кемпір күңкілдеген қазандыққа айналатын. Кейінгі кезде аяғы ауыр келіннің өзімен бірге тұрып, бірге қимылдайтынына қарап, оған жан ашитын болды. Ондайда шаңқылдап, Қабылды да, кемпірді де жылы төсектен суырып алатын. Сәбира ұл туды. Перзентханадан келген бойда құндақтаулы жатқан баланы қолына алып, шал ұзақ қарады. Әжімді жүзі шадырап, езуіне күлкі үйірілді. Ұсақ сары тістерін көрсетіп, шоқша сақалы дірілдеп, риясыз күліп жіберді. Кемпірдің көзіне жас үйірілді. Көптен бері күлмеген соң ба, шалдың күлкісі де қиқылдап қызық естілді. Балық құсап аузын ашып, көзі жалтырап жатқан бір жапырақ қызылшақадан не түсінгенін бір өзі біледі. Шал шаңқ етіп, өзіме тартыпты, деді. Тағы біраз отырып, еміреніп, айналайын деді де, даусы дірілдеп, баланы кемпіріне беріп, өзі тұрып кетті. Көптен бері түнерген үйге шуақ тарағандай. Кей күндері тіл қатыспай өтетін кемпір мен келін де шүйіркелесіп отыратын болды. Ортақ әңгімелері қаннен қаперсіз бесігінде пысылдап ұйықтап жатқан Беріктайдың айналасында болатын. Бір үйлі жан түгел әлпештеген балаға үлкендерден ұяла ма, Қабыл ғана шоламайтын. Ұрты ортайып, жағына пышақ жанығандай болып жүдеп те кетті. Онсы да үлкен көздері мұңданып, осы не ойлап тұр дегендей сүзіле қарайтын болыпты. Баласының осы бір жүнжіп, арса-арса болған кейпіне көзі түскен сайын шал жүдетіп тұрған анау дудыраған шашы дейтін. Андағы шашты қауқитпай алдырсаңшы, деп біраз шаңқылдап ұрсып алатын. Ем бергеннің үйлену тойы болды. Тілдей шақыру қағазды алғанда, құрметті Қабыл, Сәбира деген сөздерді оқып, ол ойланып қалды. Әйтеуір тойға жалғыз барғысы келді. Ол баламен қалай барады? Деді іштей өзін өзі ақтап, бәрі қарайтын секілді. Онымен барса, жоқ, жалғыз барамын, деді іштей. Тойға кешігіп келді. Үлбіреген ақ көйлек киген Майраның басына киген шелегі төгіліп, шебер қолдан шыққан қуыршақ сияқты болып қалыпты. Ем берген оның қасында алып адам секілді. Екеуінің де жүздері бақытты екендерін жасыра алмай бал-бұл жанады. Ол өзін ойлады. Анау жігіт, Сәбираның бұрынғы күйеуі кім еді? Есімін де сұрамаптау. Ол келгенге дейін бұл да дәл осылардай бақыт деді-ау. Деді іштей күрсініп. Қалған көңіл, сынған шөлмек деген осы-ау. Бірге оқыған Зейнеш те келіпті. Сәбираны сұрайды. Қабыл, ол баладан шыға алмады, деді. Той өтіп жатты. Ол серпіліп орнынан тұрып, қолына домбыраны алды. Көптен бері жадырамай, өзінен өзі тұйықталып, бұйығы жүретін жігітті достары қайта тапқандай бәрі қаумалап өнерпашаның қасына үйірілді. Сырым бетті, сосын ақбақайды салды. Бір сыдырғы даусы барды, бір-екі күй тартты. Бұрынғы алаңсыз, думанды күндері қайта оралғандай болды. Ол желпініп алды, өзі де қызыңқырап қалғандай. Бір кезде би басталды.
Вальстың саздырғағы жан дүниені елітіп баурап барады. Зейнешті шақырды. Ұршықтай үйірілген қыздың нәзік денесін аялай ұстаған Қабылдың қазіргі кейпі кімді болса да өзіне қаратқандай еді. Өсіңкіреген толқынды шашы желкесінде шалданып, үсті дөңестеу қыр мұрынның ұшы тершіңкіреп, бидай өңі балбырап, нұрланып кетіпті. Достары да жігіттің көңілді қалпын қоштағандай, бұрынғыдай ашық жарқын әзіл қалшымен қаумалап, көңілді күлкілер оның айналасынан жиі-жиі естіледі. Құрдастары, кеш бойы Зейнешпен билегеніңді Сәбира қайтпасақ осыдан, ауыз бастырық бермесең жағдайың қиын. Ай, бойдақ болғаныңның жолы болсын, деп күледі. Түн ортасы ауа той тарқады. Қабыл Зейнешті үйіне дейін шығарып салды. Зейнеш: Қабыл, сенің айнаңды Батырбек ағайдың тартып алғаны есіңде ме? Деді сыңғырлай күліп. Есімде. Тарих сабағы жүріп жатыр еді ғой. Мен айнаны ағайға көрсетпей, қолыммен көлегейлеп артқы партадан сені көріп отырғамын. Еңкейе айнаға төніп, сабақта отырғанымды мүлдем ұмытқамын ғой. Кенет екеуінің күлкісі сап тыйылды. Қол ұстасып алғандарын өздері де байқамапты. Зейнеш қолын тартып алды. Сау бол, Қабыл, қайырлы түн, деп жүгіре жөнелген қыздың соңынан бір қымбатынан айырылғандай аңырап қарап қалды. Шолтиған екі бұрымын жақсы көрушем, деп күрсініп жібергенін өзі де байқамай қалды. Жүрегі кілкіп, басы айналғандай болды. Біраз шіріңкірегенін енді байқады. Қойшы, деп бәрінен түңілгендей қолын сермеп қалды. Үйге барайын, Сәбира ұйықтап жатыр ма екен? Әлде Беріктайды тербетіп ояу отыр ма екен? Осы ойлармен ол үйіне таянды. Терезеден жарық көрінді. Әлі ұйықтамай мені тосып отыр екен ғой. Керосин шам жағып қойыпты. Электр шамы тым жарық қой. Көрсең, шырақ шамал деп еді. Осы ұмытып кете беремін. Жүрегі тағы кілкіп, өзін жайсыз сезінді. Есіктің тұтқасын ұстай беріп, қолын қайта тартып алды. Үйдің артындағы көгалды кесіп өтіп, көлге келді. Көл беті айға шағылысып, ақ нұрға малынып жатыр. Сәл нәрсе түссе, жалтыраған су дір-дір етіп, айна беті иір-қиыр болып кетеді. Осы көрініске біраз қарап отырды да, рахат-ай, деп кеудесін ашып тастады. Сәбира күтіп отыр ғой. Барам ғой. Әрі жалғыз емес, Беріктай екеуі. Қазір барам, деп кеудесін кере күрсінді. Сосын орнынан тұрып, көлге біраз қарап тұрды да, көгалға барып, шалқасынан жата кетті. Аспан күмбезі толған, жыпырлаған жұлдыз. Көп жұлдыз. Бәрі бұны көзге көрінбейтін шидей қолдарын бұлғап шақырып, жымыңдап, көз қысатын секілді. Бақыт соның біреуінде ғана. Соны адаспай табу керек, адаспай. Әңгіменің соңы.